Ассалаумағалейкум. Амансың. Шүкір амансың. Құдай жоқ дегенге маған сұрақ қойыңызшы, мен соған жауап берейін. Қандай сұрақ қоямыз? Бағана бір юзер деген кірген сұрақ қойдыңыз ғой сондай. Ол сұрақ неге байланысты ғой? Мысалы, сен қай құдайға қашаннан бері сенесің, не себеп? Әлімсақтан бері сенемін. Ол қай заман? Біздің рухтарымыз типа мұсылман. Бірінші рухтарымыз ант беріп қойған біздің мұсылман екенге сол заманнан бері сенемін. Ол сен есіңде жоқ қой нәрселер. Сен есіңде бар нәрсені айтшы маған. Есіңде бар қай сәтте сен осы құдай деген вариантты таңдап алдың, или қалай тауып алдың маған? Мешітте айтқан типа біздің рухтарымыз әлімсақта мұсылман екендерімізді ант беріп қойған мұсылманбыз деп. Опять же, өте опасный нәрсе да, мысалы. Қалай сонда? Адамды бар ғой, отключкаға түсіріп, оянған кезінде, сен ұйықтап отқан кезінде осындай маған уәде бергенсің деп, солай істесе дұрыс бола ма? Мысалы, бір адамды наркоз беріп ұйықтатып, мысалы ше, немесе памятін өшіріп, оянған кезде сен маған $1 миллион беремін дегенсің деп ше. Құлдыққа алып болса сөйтіп. Ол қалай? Сенуге тұрарлық нәрсе емес қой деймін да, өйтіп айтып өшір, мысалы. Ол наркоздан ол болмайды шығар, білмеймін. Қалай болады ол? Есіңде жоқ кезде имамдар да қуат деймін да, мысалы. Сен есіңде жоқ кезде уәде беріп қойғансың, все, сен біздің құлымыз боласың, бізбен бірге құл боласың деген сияқты бір өте сенетін, өте күмән тудыратын нәрсе ғой. Өте күмән тудыратын нәрсе. Ондайға сенбеу керек деп есептеймін мен негізі. Қуаспын ол деке есімде жоқ, мен есімде жоқ кездегі жауап бермеймін. Мысалы, сот процестерінде мынандай да, гипноз арқылы немесе адам невменяемый состояниеде, немесе қорқып отырып, солай егер бірдеңеге қол қойып тастайтын болса, ол нәрсенің ертең кейін күші жойылады. Себебі ол адамның саналы таңдауы болып саналмайды. Мысалы, егер сені ішкізіп отырып, немесе сені пышақты қорқытып, басыңа пистолет тақап, сен үйіңді бәрін переписать еткізіп алатын болса біреулер, ертең сот процесі болған кезде сенің гипноздың астында, немесе басқа жағдайларда бейсаналы түрде, немесе мәжбүрлі түрде сондай шешімге барғаныңды дәлелдей алатын болсаң, сен ол алдыңғы договорлардың күші жойылады. Тура сол сияқты ғой, бұл жерде де Құдайдың жаңағы біз білмейтін нәрсемен ол уәде бердік деп біз оны айта алмаймыз.